Жихан ажырасу құжаттарына қол қойғанымен Әлиямен ажырасқысы келмейтінін айтып, сотта өз пікірін қорғайтынын жеткізеді. Әлия оған қатты ашуланып, адвокат іздей бастайды. Алайда көптеген адвокаттар Жиханнан қорқып, оның ісін алудан бас тартады. Садақат Әлияның ажырасуға бел буған үшін мақтайды. Жихан Седатпен кездесіп, өз отбасынан және Шахиннің отбасынан аулақ жүруін талап етеді, тіпті ол үшін ақша ұсынады. Нари Әлиядан ажыраспауын сұрағанымен, Әлия шешімінен қайтпайтынын айтады. Угур Әлияға мықты адвокат тауып береді. Бірақ Жихан Угурды Әлияның қасында көріп, ашуға мініп, оны ұрып соғады. Осы уақытта Кая Зеринмен байланысып сөйлеседі, ал Зерин ағасымен кездесуге барады. Демир Зеринге Шахиннің түрмеден шығуы оның шешіміне байланысты екенін айтып, өзіне тұрмысқа шығуға көндіргісі келеді. Шахин Нариге хабарласып, Зеринді бұл некеден бас тартуға үгіттеуін сұрайды. Нари Зеринге Демирге тұрмысқа шықпауын айтып сөйлеседі. Ал Әлия мен Жихан адвокаттарымен кездеседі. Эрол Жиханға егер Әлия оның Минемен болған опасыздығын сотта айтса, істі жеңіп шығатынын ескертеді. Ал Зерин Демирге өзінің Каямен қарым-қатынаста болғанын және онымен бірге түнді өткізгенін айтады. Бұл сөзге Демир жеңіл қарап, оның Каямен болған қарым-қатынасын ешкімге айтпайтынын айтып, үйленуге ұсынысын айтады. Зерин оның ұсынысына келісіп, анасына Демирге тұрмысқа шығатынын айтады. Фидан қызының аяқ асты шешім қабылдағанына аң-таң болады. Осы уақытта Әлия мен Жиханның ажырасу ісі бойынша сот отырысы өтеді. Әлия ажырасқысы келетінін айтқанымен, Жихан бұған қарсы екенін білдіріп, әйелін сүйетінін және құрметтейтінін ашық түрде мәлімдейді. Әлия мен Жиханның ажырасуы жүзеге аспай, сот оларды айырмайды. Осыған қатты ашуланған Әлия Жиханға деген ашуы күшейеді. Ал Нари Шахинді құтқару үшін Зерин өзін құрбан етіп жатқанын білсе де, оның құпиясын ешкімге айтпайды. Жихан Зериннің анасымен сөйлесіп, қызын Демирге бермеуді сұрайды, өйткені Зерин мен Кая бір-бірін жақсы көреді. Бірақ анасы келіспейді. Кейін Жихан Әлияға жайлы болу үшін оның бөлмесіндегі кереуетті ауыстырмақ болады, бірақ бұл Әлияға ұнамайды. Кешке Угур Жиханға Миненің жағдайы нашарлағанын хабарлайды. Жихан оған көмектесуге келеді. Мұны естіген Әлия да Минемен сөйлеседі. Мине Жиханның жүрегінде тек Мерием ғана бар екенін айтады. Зерин мен Демирдің некелескен күнін білген Кая неке сарайына келіп, дау шығарса да, Зеринді тоқтата алмайды. Жихан бауырын неке сарайынан алып кетіп, Әлияны шақырады. Әлия келіп, Каяны тыныштандыратын дәрі егеді. Осы уақытта Шахин түрмеден шығып, қарындасының құрбан болып, Демирге тұрмысқа шыққанын біледі. Ол қарындасын алып кетуге келеді. Бірақ Демир оны жібермейді. Осылайша Зерин Демирмен қалуға мәжбүр болады. Кейін Кая есін жиып, Зериннің Демирге тұрмысқа шыққанына көндігеді. Нари күйеуі мен Жихан арасындағы жанжалға байланысты қайтадан үйіне келеді. Әлия жертөледегі Жиханның құпия бөлмесіне кіріп, ондағы бейнежазбаны көреді. Бейнежазбада Жиханның үйлену тойы кезінде белгісіз бір адам оның әкесіне оқ атып, оқиға орнынан қашып кеткені көрсетіледі. Осылайша Әлия Жиханның өмірінде Мерием есімді сүйіктісі болғанын біледі.